Сәлем достар, бүгін сіздермен түріктің атақты сигара бөрегінің тегін мастер-классымен бөлісетін боламын. Ең алдымен жоғары сұрыпты ұнды електен өткізіп алып, осылай қасықтың жәрдемімен ортасын ашып аламыз. Сонан соң тұз, сұйық май және де су қосып қамыр илейміз. Достар, дәл осы тұста менің каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мінеки қамырды илеп болдым. Қамыр осындай жұмсақ болып шығады және де біз ыдысымыздың бетін ауа кірместей етіп пищевой пленкамен жауып қоямыз. Немесе пакетке салып қойсаңыздар да болады. Яғни бұл қамырды 15 минутқа тындырып қоямыз. Он 15 минут өткеннен соң қамырды алып, қолымыздың жәрдемімен илеп, тағы да июін қандырамыз. Сонан соң қамырды пакетке немесе ыдысқа салып, бетін ауа кірместей етіп, 10 минутқа тындырып қоямыз. Он минут өткеннен соң қамырды тағы да илеп аламыз. Келесі кезекте қамырды 100 граммнан өлшеп, күлше тәрізді етіп, бөлшектерге бөліп аламыз. Менде 8 ұшты күлше тәрізді бөлшектер шықты. Мінеки мен 3 бөлік қамырды алып қалдым, қалғанын ыдысқа салып, бетін жауып қоямын, өйткені беті қатпарланып қалмауы қажет. Сонан соң біз жаюға қажетті ұнтақ дайындаймыз, яғни ұн және де осындай жүгері крахмалын бірдей мөлшерде араластырып, жаю барысында қолданамыз. Яғни бұл жерде міндетті түрде жүгері крахмалы болу қажет. Келесі кезекте әрбір бөлшегімізді алып, дайындап алған ұнтағымызды себе отырып, жаятын боламыз. Яғни жұп-жұқа етіп жаямыз. Достар, осы жерде сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Крахмалды ұнға не себепті қосты деп сұрайтын болсаңыздар, бұл жерде крахмалдың рөлі өте үлкен. Өйткені біздің қамырымыздың хрустящий әдемі болып шығуына крахмалдың септігі өте көп. Сонымен қатар қамырды жаю барысында дайындап алған ұнтағымызды себе отырып жаямыз. Және де қамырымыз оқтауға жабыспайынша ұнтақты себе береміз. Қамырды жайып алдым, яғни жұқа екеніне көз жеткізу үшін осылай қолымызды қойғанда қолымыз көрініп тұруы қажет. Сонан соң қамырды оқтауға орап алып, артық ұнтақтар қалып кеткен болса, оларды түсіріп аламыз. Енді қамырды бірдей етіп 2 бөлшекке бөліп аламыз. Және де бір бөлшегін тағы да ортасынан бөліп, бір-біріне беттестіреміз. Сонан соң тағы да ортасынан қақ бөлетін боламыз.
Міне қамырды бөліп алдым. Осындай үшбұрыш тәрізді бөлшектер пайда болады. Келесі кезекте начинкасын салып орайтын боламыз. Мұнда мен начинкасына сыр қолдандым. Яғни бір бөлшекті алып, үшбұрыш тәрізді етіп орналастырып, төменгі бөлігіне сырды орналастырамыз. Және де екі бұрышын қайырып, осылай рулет тәрізді етіп ораймыз. Сонымен қатар үшкір бөлігін бір-біріне жабыстыру үшін су қолдандым, яғни суды жағып біріктіріп аламыз. Мінекей осылай сигара бөректерімізді орайтын боламыз. Басқа бөліктерінің барлығын дәл осындай тәсілмен орап аламыз. Достар, қандай сыр пайдаланамын дейтін болсаңыздар, эмирдің моцарелла деген сырын пайдалансаңыздар болады. Және де басқа да начинкаларды, мысалы картоп начинкасында қолдансаңыздар болады. Енді қатыру әдісіне тоқталатын болсақ, яғни осындай тақтайшаға ұнды сеуіп алып, сигара бөректерімізді бір-біріне жапсырмай орналастырып аламыз және де тоңазытқышқа салып қатырып аламыз. Келесі кезекте қатырылған сигара бөректерді майға қызартып аламыз. Ол үшін табаға кішкене мөлшерде май құямыз. Көп құйып қажет емес. Сонымен қатар май қызған сәтте осылай сигара бөректерімізді ауната отырып қызартып қуырып аламыз. Ал достар, сигара бөрек дайын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақерке.